Сәлем, менің жүктім. Бүгін тез босану, шейканың тезірек ашылу үшін амалдар жайында айтамын. Яғни жаттығу жасағысы келмейтін, бірақтан басқа да амалдар арқылы тезірек босанғысы келетін аналарға арналатын видео. Лайк басыңыз, подписка жасаңыз және жаңадан босанғалы отырған аналарға жіберіп қойыңыз. Ырымдармен қатар басқа да амалдар жайында айтатын боламын. Ең алдымен ырымдар жайлы. Түйенің астынан өтсең, тезірек босанасын дейді, және босанар алдында түйенің сүтін, яғни шұбатты ішуге болмайтындығы жайында айтады. Сандықтан түсу жайында айтады, және де киімді теріс кию жайында да айтып жатады. Сіз қандай ырым тыйымдарды білесіз тезірек босануға байланысты? Соны маған комментарийға жаза кеттіңіз. Ал басқа да амалдар жайында айтсақ, кахф мариам деген шөп бар. Ол шөпті ыстық суға құйып, сәл тоқтап қойып қоясыз, тұндырып, одан кейін бір қайнатып жіберіп, оны ішіп отырсаңыз, толғақ шақыруға көмектеседі. Құрма, кәдімгі құрманы жесеңізде толғақ шақыруға өте жақсы әсері бар. Құрманың окситоцин гормонын көбейтуге үлесі зор. Және де касторовое масло дейді, майсана майын 3 күн бойы қолдансаңыз болады. Бір ас қасықтан сумен бір ас қасық ішіп жіберіп, артынан сумен айдап жіберсеңіз, ішіңізді жүргізеді, және де толғақ шақыруға да көмектеседі. Көбінде оны әйелдер толғақ кезінде үлкен дәретке барудан қиналмас үшін, толғақтан кейін, босанғаннан кейін де көп әйелдердің іштері қатып жатады. Сол үшін де алдын ала сол майсана майын ішіп жатады. Таза күйінде менің шортс видеомда бар, қандай май жайында айтқанымды көре аласыз. Әрине, ырымдардың барлығына да сенуге болмайды. Біздің қазақ халқымыз дінімізді ұстанамыз, асыл дініміз ислам дінінде осы жүкті әйелдерге арналған дұғалар да бар, аяттар да бар, және жүкті әйелдердің мәртебесі өте жоғары көтерілген. Дінімізде жүкті әйел босанып жатқан кезінде қайтыс болып кетсе, онда ол жаңағы шахидтердің қатарынан, яғни 100% жәннатқа кіреді дейді. Немесе босанғаннан кейін жаңағыдай ұзақ уақыт қиналғаны себепті оның күнәлары кешіріледі дегенде хадистер бар. Енді дұғаға келсек, Мариям сүресін қосып қойып көбірек тыңдаңыз. Күнделікті Мариям сүресін қосып қойып тыңдап жүріңіз. Балаңызға да өзіңізге де пайдалы. Және де аятул курсыны оқыңыз, немесе қосып қойыңыз. Сосын ла хаула ва ла қуввата илля биллах деген дұға бар. Соны да көбірек жиі қайталап жүріңіз. Нәс, фалақ сүрелерінде жиі қайталаңыз. Және Фатиха сүресін күнде жатар алдында, таңертең тұрған кезде айтыңыз. Толғақ кезінде де осы сүрелерді, дұғаларды аузыңыздан тастамай айтсаңыз, Аллах нәсіп етсе, сіздің толғағыңыз өте жеңіл болады. Каналыма подписка жасаңыз, менің каналымда аяғы ауыр келіншектерге пайдалы ақпараттар мен босанған әйелдерге баласы мен өзіне байланысты физиологиялық, психологиялық ақпараттар, кеңестер өте көп видеолар салынатын болады. Қазақша контентті қолдаңыз, маған подписка жасап, лайк басып және таратып жіберіңіз.